сәлем. Нәжіс шығару кезінде қан байқадыңыз ба? Бұл жиі кездесетін мәселе. Және ол геморрой немесе анальді жарықтан болуы мүмкін. Әдетте ол аз мөлшерде жаңа қан ашық қызыл түсті және нәжістен бөлек болады. Бұл нәжіс шығару кезінде, әсіресе анальді жағдайларында кейбір ауырсынумен байланысты болуы мүмкін. Көп жағдайда ол сәлс ваннасын жасап, жергілікті кремдер немесе дәрі-дәрмектер қолдану арқылы консервативті түрде басқарылады. Бірақ, егер сіз нәжісте үлкен көлемде қан бар екенін байқасаңыз, немесе ол іштің ауырсынуымен, немесе қара нәжіспен байланысты болса, немесе бас айналу, немесе дене қалпының өзгеруіне байланысты белгілер болса, гастроэнтерологқа дереу кеңес алыңыз. Сіз эндоскопия немесе сигмоидоскопия жасау арқылы негізгі себебін анықтап, әрі қарай емдеуді жоспарлағыңыз келуі мүмкін. Үлкен геморрой немесе қайталанатын немесе тұрақты белгілері бар созылмалы анальді жарықпен ауыратын науқастарға хирургиялық араласу қажет болуы мүмкін.